Баршаңызға сәлем, базалық деңгей бойынша мәтін тыңдайтын боласыздар, дайынсыздар ма? Олай болса бастаймыз. Мәтіннің тақырыбы саяхат. Менің атым Расул. Менің жасым 29-да. Мен Астана қаласында тұрамын. Астанаға көшіп келгеніме 3 жыл болды. Өзім жеке мекемеде заңгер болып жұмыс істеймін. Үйленбегенмін. Кішкентай кезімнен саяхаттауды ұнатамын. Өзім Алматыда туып өскендіктен табиғаттың сұлулығын көріп өстім. Сұлу қалам Алматының көрікті жерлері өте көп. Шыңбұлақ, Медеу мұз айдыны менің жиі баратын жерлерім еді. Жыл сайын жазғы демалыста басқа қалаларға барып тұруды ұнататынмын. Былтыр жазда Көкшетау, Семей, Жезқазған, Түркістанда болдым. Әр өңірдің өзіне тән ерекшелігі бар. Маған Көкшенің сұлу табиғаты айрықша әсер қалдырды. Оқжетпес, Жұмбақтас, Абылайхан тағына бардым. Шортанды көлін көрдім. Мұндағы табиғат, ауа райы бәрі де тамаша. Екінші мәтін. Менің аты жөнім Данияр Өтекешев. Жасым 31-де. Отбасым бар. Мен демалысымды отбасыммен шетелде өткізуді ұнататынмын. Бірақ былтыр университетте бірге оқыған досым өз ауылына қонаққа шақырды. Ол Шығыс Қазақстанда тұрады. Бұқтырма өзенінің бойында өзінің жеке шаруасы бар. Ол 5 жыл бұрын үлкен демалыс базасын ашқан. Онда ағаштан жасалған 10 үй бар. Жан жағы орман, таза ауа. Балық аулап көрдім, аңға шығып көрдім, бәрі тамаша. Мұнда ресейліктер де келіп демалады. Мен енді тек Бұқтырма жағалауында демалғым келеді. Жақында мен интернетте Қазақстан туризмі туралы блог жасадым. Сондағы ақпараттармен танысып қойыңыздар. Бұқтырма Шығыс Қазақстан облысында орналасқан су қоймасы. Су көлемі жағынан әлемде 4-ші орын алады. Бұқтырма жыл сайын көптеген туристердің демалатын аймағы. Демалыс аймағы. Бұқтырманың бойындағы демалыс базалары Өскемен қаласынан 80-150 шақырым жерде. Су қоймасының оң жақ және сол жақ жағалауларында орналасқан. Қалай жетуге болады? Өскемен қаласынан Бұқтырма су қоймасына дейін автобус қатынайды. Келесі Бекет ата жер асты мешіті. Бекет ата жер асты мешіті Маңғыстау облысында орналасқан. Ол 18 ғасырда Оғланды тауына қашалған тарихи ескерткіш. 4 бөлмеден тұрады. Мұнда Бекет ата өмірінің соңғы сәттерін өткізіп, науқас адамдарды емдеген. Кезінде Бекет атаның өзі пайдаланған бұлақ, құдықтар бар. Достар, бүгінге осы. Ал сіз саяхаттағанды ұнатасыз ба? Егер ұнататын болсаңыз, пікір жаза отырыңыз. Еліміздің қандай көрікті әсем жерлерінде болдыңыз? Ол туралы да комментарийға пікір қалдырыңыз. Сау болыңыздар!